Амалдарды орындаймыз. Бірінші өрнек. Бөлімі А минус В көбейтілген В минус С дан 1 минус. Мұнда бөлімі В минус С көбейтілген А минус С алымы 1 минус С минус А көбейтілген В минус А. Бөлімі 1. Енді қарайық. Бізде бөлімінде мұнда А минус В бар. Мұнда да А минус В-ға келтіруге болады. Ол үшін мына минус таңбасын алдына шығару керек. Одан кейін В минус С мұнда бар, мұнда жоқ. Онда мына жерге В минус С керек. Одан кейін жаңағы А минус С мұнда бар, мұнда жоқ. А минус С. А минус С-дан көбейтем. Сонда ортақ бөлімі бізде былай болады тек. А минус В көбейтілген В минус С көбейтілген А минус С. Сонда мынаған А минус С жетпейді. Мынаған В минус С бар, А минус С бар, А минус В жетпейді. Мынада А минус С емес, С минус А, яғни минус 1. Минус таңба алдына шығару керек болады, Одан кейін В минус А емес, мұнда А минус В. Тағы минус таңбаны алдына шығару керек болады. Сонда 2 минус таңбаны алдына шығарған кезде екеуі плюс болып кетеді, ештеңе өзгертпейді. Яғни мына жерде ешқандай өзгеріс керек жоқ. Тек В минус С-ны мына көбейте салу керек болды. Ондай болса осы шыққандарды бірге көбейтсең өзі шығады. А минус С минус А минус Б минус плюс В болып кетеді. Минус В минус Б минус плюс С болып кетеді. Енді С-дан С-ны алсақ 0 болып кетеді. А-дан А-ны алсақ 0 болып кетеді. В-дан В-дан алсақ 0. Нәтижесі 0 шығады сонда. Екінші өрнек. Мұнда бөлімі Z минус X көбейтілген Z минус Y алымы X минус Y минус Y минус Z бөлімі X минус Y көбейтілген X минус Z плюс Z минус X бөлімі Y минус X көбейтілген Y минус Z. Енді ортақ бөлімі Z минус X мұнда бар, мұнау керісінше болып тұр, бірақ ұқсас. Мұнау мұнда жоқ. Онда мынаған Z минус X-тан береміз. Z минус Y, мұнда Z минус Y жоқ. Мұнда Z минус Y-тен береміз. Одан кейін X минус Y мұнда керісіншесі тұр. Яғни X минус Y мұнда жоқ. Оған X минус Y-тен береміз. Енді қарап тұрсақ, мына жерде ортақ бөлімі сонда Z минус X көбейтілген Z минус Y көбейтілген X минус Y дедік, Наған X минус Y жетпейді дедік. Мына жерде қарайық қайтадан. Z минус X қой. Мұнда керісінше тұр. Ал мынау тура тұр. Z минус Y-ге көбейттік. Біз және мынаны кері таңбаға ауыстыру үшін минус таңбаға көбейтуіміз керек. Және де минус таңбаға қосам. Мына жақта X минус Y емес керісінше, мынау да керісінше. Екеуінен де минус шыққан кезде екеуі плюс қайналады, түк өзгермейді. Сонда тек жетпей тұрған Z минус X-ге көбейтеміз. Енді көбейт жазайық. Мынау X минус Y-тің квадратын береді. Бірден ашып жазайық. X минус Y-тің квадраты X квадрат минус 2XY плюс Y квадрат болады. Минус, мына минусты ішіне кіргі жергенде ол Y минус Z болады. Сонда мына оның квадраты Y квадрат минус Б минус плюс 2YZ болады. Минус Z квадрат болады. Мына жерде Z минус X-тің квадраты, плюс Z квадрат минус 2ZX плюс X квадрат болады.
Енді x квадрат плюс x квадрат 2x квадрат y квадрат жойылып кетеді, z квадрат жойылып кетеді, минус 2xy қалады, плюс 2yz минус 2zx бөлімі z минус x, z минус y, x минус y. Енді мына жерде қарап тұрсақ не істеуге болады? Мында 2x жақшаның сыртына шығарсақ, x минус y болады. Мында 2z шығарсақ, y минус x болады. Мынаған ұқсау үшін минусты шығарайық. Сонда бізде x минус y бар ғой, сондықтан мына жерде 2x-ті жақшаның сыртына шығарайық, сонда x минус y болады. Мына жақта минус 2z шығарайық, сонда x плюс болып кетеді, минус болып кетеді y. Бөлімі z минус x көбейтілген z минус y көбейтілген x минус y. X минус y ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарып тастайық. Мына жаққа жалғастырып жасайын. Сонда мына жақшада 2x минус 2z болады. Бөлімі z минус x көбейтілген z минус y көбейтілген x минус y. X минус y-тер қысқарып кетеді. Мына жерде 2-ні жақшаның сыртына шығарсам, x минус z болады. Бөлімінде z минус x-тің минусын шығарып жіберсек, ол да x минус z болады. Сосын z минус y қалған, оны жазам. Енді мына екеуі қысқарып кетеді ғой, сонда алымында 2 қалды. Бөлімдегі минусты мынамен көбейтіп жіберсек, y плюс z минус болып кетеді керісінше. Амалдарды орындау қажет. Бірінші өрнек 1 бөлінген, бөлімінде a көбейтілген a минус v көбейтілген a минус c плюс 1 бөлу v көбейтілген v минус a көбейтілген v минус c, мында плюс 1 бөлу c көбейтілген c минус a көбейтілген c минус v. Енді қарайық, a минус v, мұна ұқсас тек минус таңбасын алдына шығару керек. Мұнда ол жоқ. Мұнда a минус v-дан береміз. Жалпы a жоқ және v жоқ. Мұнада a v, одан кейін a минус v-ға көбейтем деке. Ортақ бөлімін таңдап алсақ бірінші. Енді a минус c. Мұнда мүлде жоқ a минус c. Сонда мұнда a мен c жоқ және a минус c жоқ. Барлығын қарап шықтық. Енді мына жақта a минус c бар, тек керісінше таңбамен. Мына жерде минус таңбасын алдына шығару керек қой. Сонда мына жерге тағы минус таңбасын алдына шығару керек болады. Себебі a минус c керек. c минус v емес, мынаның кірмен v минус c деп алатын болсақ, мынаның минусын шығару керек. Және мынаның минусын шығару керек. Сол кезде 2 минус плюс болып кетеді, ештеңе өзгермейді. Ондай болса мынаған тиіспейміз. Ендеше ортақ бөлімін былай деп жазайын. a v c көбейтілген a минус v көбейтілген a минус c және де мынада жоқ, ол v минус c. Енді әр бөлшекке осы көбейткішін жетпейтінен беріп отырамыз. Мынаған vc көбейтілген v минус c жоқ. Мұнда v бар, ac жоқ міне. Одан кейін av емес, мына жерде v минус a, одан кейін v минус c бар. Мынаның минусын шығару керек сыртқа. a минус c-ға көбейтік, сонда минус ac көбейтілген a минус c болады. Мына жақта c бар, av-ға көбейттік. Және мынаның минусын шығарғанда екеуі плюс болып кетеді. Ештеңе өзгермейді, сондықтан жетпейтін a минус v-ға ғана көбейтеміз. Ендеше жазайық. Мына жерде vc көбейтілген
v минус c. Мына плюс пен минус минус болып кетеді. ac көбейтілген a минус c плюс av көбейтілген a минус v. Енді мында ары қарай жақшаны ашпай қойық. Бірінші жақшада мына екі қосылғышта c-ны жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда бізде v көбейтілген v минус c, яғни v квадрат минус vc болады. Мында c шығып кетті, минус a көбейтілген a минус a квадрат, минус пен минус плюс ac қалады. Мынаның өзін жазамыз, плюс av көбейтілген a минус v деп. Бөлімін өзін жазам, avc көбейтілген a минус v, a минус c көбейтілген v минус c деп. Енді мына жақшадан қарап тұрсақ, c көбейту, мында c-ны жақшаның сыртына шығарып жіберсек, a минус v болады. Яғни мынаған ұқсастырамыз. c-ны жақшаның сыртына шығарып жіберемді, a минус v қылам. Мына жерде минус таңбаны жақшаның сыртына шығарып жіберсем, жақшаның ішінде a квадрат, мынау минус v квадрат болып кетеді. Екеуін осылай топтап алам. Мынаның өзін жазам, плюс av көбейтілген a минус v деп. Бөлімін өзін жазамыз. Енді мында ары қарай a минус v, мынау a минус v, a плюс v ғой, сонда c көбейтілген a минус v-ны жақшаның сыртына шығарам. Сонда мына жерде c қалады, минус мында a плюс v-сы қалады. a плюс мына минус пен минус болып кетеді. Жақшаны жабамыз, енді мынаны жазам өзін. Бөлімін өзін жазамыз. Енді мынада қарап тұрсақ a минус v, мынада да бар, мынада да бар. Мұны жақшаның сыртына шығарам. Біріншіден c мынаны көбейтіп шығайын. c квадрат минус ca минус cv қалады. Мына жақта av қалады. Бөлімін өзін жазам. Енді мынаның ішін тағы топтауға болады. a минус v-ларды қысқартып жіберейік. Ал мынаның ішін былай топтаймыз. c-ны жақшаның сыртына шығарсам, c минус a, мына жерде v-ны жақшаның сыртына шығарсам, тоже c минус a-ға келтіруге болады. Яғни, былай жазамыз. c-ны жақшаның сыртына шығарам, c минус a болды. Бізге a минус c керек екен ғой, сондықтан мен c-ны емес, бұл жерде минус c-ны шығарайын. Минус c-ны шығарайын. Сонда мына жерде c емес, a минус c болады. Минус қайналады да, таңбасы. Мына жерде маған a минус c керек қой. a минус c керек. Сонда плюс v-ны шығарып жіберем. Сонда a минус c қалады. Бөлімінде avc қалды. Және мына жақшада a минус v-лар қысқартып жібергенбіз. a минус c және v минус c қалды. Енді ары қарай мында жалғастырайын. a минус c ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығады. Плюс v-ны бірінші жазайын. Мына жақта минус c қалды. Бөлімі avc көбейтілген a минус c көбейту v минус c. Көбейткіштер қысқарып кетеді, сонда бөлім алымында бір, бөлімінде avc ғана қалады. Екінші өрнек. Мұнда x квадрат алымында бөлімі x минус y көбейтілген x минус o плюс y квадрат бөлу y минус x
көбейтілген y минус u плюс u квадрат бөлу u минус x көбейтілген u минус y. Енді ортақ бөлімі біріншісінің бөліміне қарайық. X минус y көбейтілген x минус u-ды жазайын толық. Енді қарайық, x минус y. Мұнда y минус x керісінше тұр. Y минус u мұнда жоқ. Мұнда y минус u-ға көбейтейік одан кейін. Сонда мынаған y минус u жетпейді. Мынада y минус u бар. X минус y мынаның керісіншесі, яғни минусын көбейту керек. Кері аудару үшін таңбасын, және x минус u жоқ. Мына жақта u минус x мынаның керісіншесі, u минус y мынаның керісіншесі. 2 минусты да жақшаның сыртына шығарсақ, 2 минус плюс болып кетеді. Сондықтан ештеңе өзгермейді. Яғни мынау да бар, мынау да бар, мынада. Мынау ғана жоқ, x минус y-тен береміз сонда. Енді сонда бөлім алымын жазайық. X квадрат көбейтілген y минус u плюс y квадрат плюс пен минус болып кетеді деп алдын минусқа өзгерте саламыз. Минус тек x минус u плюс u квадрат көбейтілген x минус y. Енді ары қарай қалай ықшамдауға болады, соны ойланып көрейік. Бұл жерде бізде алымында ешқандай ортақ көбейткіш жоқ екенін көріп тұрмыз. Ондай болса бізге жақшаны ашуға тура келеді. Жақшаларды ашып алайық, одан кейін топтаймыз. Сонда бізде x квадрат y минус x квадрат u минус y квадрат x плюс y квадрат u плюс u квадрат x минус u квадрат y болады. Бөлімін өзін жазам. Енді қалай топтауға болады? Енді бағана бірінші тапсырмадағыдай түрге келтіреміз, яғни мына жерде топтаймын. Мына жерде x пен y жақшаның сыртына шығаруға болады. X, y-ті шығарсақ, мұнда x минус y қалады. Мынаны топтасақ, бұл жерде x u-ды шығарып жерсек егер. Так, минус x u-ды шығар, жоқ, минусты да шығар, немесе плюс шығаруға болады. Минус x u-ды шығарсақ, мына жерде x қалады, плюс болып кетеді ол. Мына жерде минус болып кетеді, u қалады. Мына жақта y-ті шығарсақ, ойынан шығар қойдық екен, мына екеу қалды. u-y-ті шығарсақ, енді плюс. Мына жерде y қалады, минус мұнда u қалады. Бөлімін өзін жазамыз. Енді ары қарай алдыңғы бірінші тапсырмада істегендей, мына жерде x-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Мынада жақшаны ашып жазайық. yx минус y квадрат минус ux минус пен минус плюс u квадрат болады. Плюс y минус u. Бөлімін өзін жазамыз. Енді мына үшін топтауға болады. X жақшаның сыртына шығарып тұрмыз. Мына жерде мынау формуланы береді. U минус y, U плюс y болып. Ол үшін, так, немесе мына жерде X-ті жақшаның сыртына шығарайық бірінші. Y минус U болады. Мына жерде Y минус U болу үшін біз минусты жақшаның сыртына шығаруымыз керек. Сонда Y квадрат минус U квадрат болады. Екеуін топтағанда. Жақшаны жабамыз енді, мынаның өзін жазам.
және бөлімін өзін жазамыз қайтадан. Енді бізге мынаған келтіру керек қой, y минус уға келтіру керек. Сонда мына жерде міне y минус у, мынау екі жақшаға жіктеледі ғой, y минус у, y плюс у. Сондағы y минус уды жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда бізде x көбейту, ол өзінің жақшасының сыртында бар. Одан кейін y минус у көбейтілген. Мынада x қалды біріншісінде, минус, мынада плюсы қалды, бірақ мына минуспен о минус болып кетеді. Y квадрат минус у квадрат. Ой, квадрат деппін ғой. Y минус у болып қалады. Жақшаны жабамыз. Плюс uy көбейтілген y минус удың өзін жазамын. Және бөлімін жазамыз. Енді мына жерде y минус уды жақшаның сыртына шығарсақ, x көбейтілген мына өрнек қалады, оны толық ашып жазақ. X квадрат минус xy минус x u болады. Мына жақта u y қалады. Бөлімін өзін жазамыз. Енді мұнда y минус улар қысқарып кетеді. Мұнда топтауға болады. Так, екеуін топтайық, мұнда x-ті шығарайық. X-ті шығарған кезде x минус u қалады. Мұнда y-ті шығарған кезде минус y-ті шығарған кезде x плюс болып кетеді. Минус u болады. Бөлімін жазамын. Бөлімінде x минус y көбейтілген x минус u қалды. Енді x минус u ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Да x минус y болады. Бөлімі x минус y көбейтілген x минус u. Толық қысқарып кетеді, яғни бір шығады.